Ер азамат түздің адамы, ер азамат асыраушы, ер азамат қорғаушы, үйдің қорғанышы, отбасының, жарыңның, бала-шағаңның қорғанышысың сен. Одан кейін ертең қиямет күнінде Аллах тағала сенен сұрайды. Жарың үшін де, балаң үшін де. Оларға қандай тәлім тәрбие бердің? Не айттың? Не көрсеттің? Сұралатын еркек адам. Сосын Аллах тағала ер адамды әйелден биік қылып жаратқан. Себебі біз сұраламыз. Қарапайым болу үшін неден арылу керек? Ең бірінші адамның бойына керек дүние Құдайдан қорқу керек. Құдайдан сенде қорқатын, ұялатын, сескенетін жүрек болу керек. Қазақ атам айтады, Құдайдан қорқпағаннан қорқ дейді. Құдай жүрегіңе иман берді деген не? Ол сен Алланың тәрбиесіне енген адамсың. Алланың мектебіндесің. Алланың бар екенін, хақ екенін сезген адам, білген адам, ертең сұралатын адам. Аллах тағалам айтады екен, қиямет күні жұмаққа кіретінің жұмаққа, тозаққа кіретінің тозаққа. Бір-біріңнің адамның бойында кеткен хақыңды бір-біріңе айырып бермей, ешқайсың ешқайда кірмейсің дейді екен. Осыны естіп білген, түсінген адам біреудің хақысына жамандық жасауы мүмкін бе? Мүмкін емес. Ол адам кішіпейіл болады. Сіз үшін дос деген кім? Біздің бар әрекетіміз, түнгі намазымыз, ұйқыдан тұрып оққан тахажүдіміз, 5 уақыт намазға кешікпейік деп жүгіріп жүрген іс-әрекетіміздің бәрі осы Аллаға ұнау. Осы Алла деген досымды өкпелетпеу, ренжітпеу. Қалайда сол досымды разы қылсам деген. Сол құлшылықпен, сол оймен ұйықтаймыз, сол оймен тұрамыз. Менің досым Алла. Атақ пен абыройдың айырмашылығы? Атақ деген ол кейде жасанды болуы мүмкін, сатып алуы мүмкін, күшпен келуі мүмкін, таныспен келуі мүмкін. Абыройды сен өзіңнің ар ұятыңмен, мінезіңмен, көркем мінезіңмен аласың. Абыройды сатып ала алмайсың. Абыройды ешкім саған әперіп бере алмайды. Атақты алып атқандарды көріп жатырмыз. Қызғанғандығым емес. Адам соған сай болса, ал абыройды өзің жинайсың. Жаңағы әйеліңе деген көркем қарым-қатынаспен, бауырға деген шынайы пейіліңмен, досқа деген махаббатыңмен, бала-шаға деген махаббатыңмен абыройды өзің жинайсың. Сол тамшылап жинаған абыройыңды шелектеп төккің келмейді. Одан бетер жақсы болуға тырысасың. Жақсы болуға тырысасың. Мұсылман деген шіркін-ай, әр қазақтың жүрегіне Алла иман берсе деп тілеймін. Сол абыройды жинасақ, біздің шынайы абыройымыз қиямет күні көрінеді. Оған дейінгі сенің халықтың алдында, өкіметтің алдында сенің алған атағың, даңқың, оның бәрі көктей. Шынайы абыройың қиямет күні белгілі болады. Екі пешті сұрақ қойған кезде, Раббың кім деп, пайғамбарың кім, не үшін жаратылдың, кім жаратты деген сұрақтар келген кезде, аузыңа Аллах тағалам шынайы осы сұрақтарды тіліңе салса, тура жауап бере алсаң, абырой сол.